жетішпейді. Дей келе 7-ші сынып оқушылары Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына орай ұйымдастырған Жамбыл Жабаев National Poet of the Great Steppe, Жамбыл Жабаев ұлы даланың халық ақыны атты әдеби кешімізде 7-ші сынып балаларының Жамбыл атамыздың ағылшын тілінде өмірбаяны мен өлеңдерін оқиды. Жамбыл атамыздың өлеңдері барлық тілде айтылуға лайықты деп санайды. Арғы аталары дәулетті болғанымен, Жамбылдың әкесі жапаға шыр қонбаған. Кейбір тарихи деректерде жыр алыбының әкесі туралы шоқпыт шапанды көшпенді кедей болған деген сипаттама бар. Мен киіз үйде өстім. Сол кездегі барлық қазақ балаларындай мені де көшкенде бесіммен ала жүрді деп, кейін балалық шағы туралы естелік айтқан Жамбыл Жабаевтың сөзіне қарағанда, қоңырқай тірлік кешкен. Жамбылдың айтысында ру мүдделерінен гөрі халық мүдделері тереңірек көтеріледі. 2 ғасыр куәсі болып, жыр жасаған, сағы сынбаған, ұлы дала жыршысы атанған қазақ қоғамы. Отын тергегеннен басқа бала басымызға осы үлкендер не үйретті? Өнердігін бағады, ойдығын бағады. Күнде қайтаналатын күйбең тірлік. Мезетті, қойы құрсын. Ignatievich Aldan Samonov claimed that he was the creator of Jambal. When in 1934 he was given a task by the party to find an Akin. Aldan Samonov found Jambal on the recommendation of the collective crime chairman. The only criterion of choice was that the Akin was to be poor and have many children and grandchildren. After Aldan Samonov's arrest, other translators wrote Jambal's poems. Жамбыл деген талапты бала сен бе едің? Я, жасақын Жамбыл мен боламын. Талағанған жаусын. Нанын қайсын таңдайсың? Өлеңді таңдайсың ба, көгенді таңдайсың ба? Әрине ақсақал, өлеңді аламын, өлеңді. I have a blossom in Jesus, I have a knowledge, a glow in Jesus. Easy from the October, on October the great of stealing and the pelted body. Having compressed, belonged at the snow food, mother watching a slavish life coursing in groans and torments has given birth to me. And as the family legend, mother of Jambul, that has given birth to him was the all of Stepan. Once again escaped from attacks, it happens near mountain Jambul in the northeast from the station of Otar in Republic of Chud. Қой қозы бағуға құлықсыз Жамбыл өнер ән десе аңсар ауып, жапан түзде домбырамен сырласты. Ән салған бала Жамбылдың даусынан хан байғара Жамбыл таулары жаңғырап, өзі ән айтқан сайын жігерлене түсетін. Өнерге құштар баланың дүмше молдадан сауат ашуға да ниеті болмады. Есесіне қарттар қауқалдасқан бас қосуда, той кештерде сауық құрған ортадан Жамбыл қалмайды екен. Еспілі бетек жиғала, ел аралаған сал серілердің айтыс ақындарының алдын көріп өсті. As a boy, Jambul learned how to play the dombra and answered personally discounted from Nakin. He learned the art of improvisation from Zakins nearby Arandia. Jambul's song is exclusively in the Kazakh language. Jambul Jabbar played on the 22nd from 1945 east, one of the 30th 100th birthday. He was buried in Almaty garden, which he cultivated with his open hands. Many patriotic proclamation and Castelli poem and song were attributed to Jambul. In the 1930s, were circulated very widely in Soviet Union. Мен жуырда далада ұйықтап қалдым. Түсімде Сүйінбай ақсақалға ұқсайтын Қыдыр ата секілді қария еніп, өлең аласың ба, көген аласың ба деп сұрады. Не дейді мына бала? Өлең деппін түсімде. Балам, екейде 50 бақсы 80 ақсын деген сөз бар. Солда жетеді бізге. Сен 81-ші болмай-ақ қой. Ақынның түбі қайыршылық, бақсының түбі жын дейді. Жын жинап, бақсы болып,
ел кезгергенше одан да мал бақ балам. Батаңды маған бер әке, тіліме менің ер әке, Жапанның ұлы ақын боп, жақсы істепті дер әке. Домбыра алып сөйлейін, күнде жасап мереке, мерекелі болған соң, елде болар береке. Баланың тегіне тартатыны рас қой. Жамбылдың туған нағашысы Қанадан Жетісу өңірінде танымал қобызшы әнші болған. Сол себепті бала Жамбыл әнге елтіп, ағаларынан домбыра тартуды үйреніп, өнерге үйірсектік, кейін даңғыл жолға айналды.